Сәлем достар, қайтадан мен сіздермен бірге Базаркүл. Бүгін бізде жареный лагман деп айтайын ба, жареный лагманға сәл ұқсамай қалған, бірақ қолымнан келгенше бізге ол үшін капустаны майдалап, әдемілеп үш бұрыш қылып турап аламыз. Перец, сары перец, қызыл перец және де полугорки жасыл перец. Сөйтіп әдемілеп оларды турап аламыз, соломка қылып тураймыз, одан кейін үш бұрыш қылып әдемі қылып тураймыз. Осындай үш түрлі болып әдемі болып шықты. Одан кейін бір чеснок аламыз, бір чеснокты әдемілеп сақылдатып тураймыз. Сосын ол бір чеснокты қуырылып жатқан етке саламыз. Қуырылып жатқан етке салған соң әдемілеп қуырған етті араластырамыз. Оған жаңағы капустамызды саламыз. Капустамыз салып болған кейін мен зелень турап бастадым. Оның ішінде петрушка бар и укроп, оларды әдемілеп турап қойдым. Одан соң жаңағы қамырымды ыстықтай шығардым да оны да үшке бөліп турадым әдемі қылып. Содан кейін жаңағы қуырылып жатқан етке перец салдым, укропты салдым, бәрін әдемі қылып араластырдым. Қараңыздар, қандай әдемі түрі, красавчик болып шықты. Түрін қарасаңыздар, тамақтың шыршып кеттім ғой сіздермен сөйлеймін деп. Оған біз ақырындап перец салған кейін қамырды салып, қамырмен бірге араластырып аламыз да осындай әдемі жареный лагман шығарамыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Тіркелуді ұмытпаңыздар.